Руслан, қыздар саған ештеңе айтпады ма? Жоқ, не айту керек еді. Екеуі де оқуға түсіпті. Емтиханнан бағасы жақсы шыққан, менен жасырады ғой өздерінше. Тосын сый жасамақшы болар. Болды, киім ауыстырып жатайық, ертең жол жүреміз білесің. Аяла емтиханда жоғары бал жинаған екен, Самира 90 бал жинапты, сонша репетитор жалдағанда солай. Аялаға қанша кедергі болып, тірлік жасатқанда бәрібір қаны, тектілігіне тартады, өзін ұстау бәрі. Самирашы қанша тырысқанмен өзінікін жібермейді. Анам мен әкем бүгін сапарға кетті. Ана жол айтқан туыстардың үйіне ме, тойға? Маған күшті идея келді, атанам бүгін келмейді, біздің үйде вечер ұйымдастырайық, Ернар мен Айдарды да шақырамыз. Қалай болады екен? Бәрі керемет болады. Қош келдіңдер. Қалайсыңдар? Шақырғандарыңа рахмет. Сендер сөйлесіп тұрыңдар, мен басқа қонақтар қарсылап келейін. Жарайды. Кейін сөйлесеміз. Аяла, әжетхана қай жақта? Тікке жүрсеңіз оң жақта. Мынаны аша алмай кеттім ғой. Не істесем екен? Тағы бір ұнып көрейін. Үйлерін әдемі екен. Рахмет. Айтпақшы, Ернар қайда? Көрінбей кетті ғой. Ол әлі әжетханада. Ақыр ашылды. Уақыт жоқ. Сумкаға тез салайын. Бірдеңе дұрыс емес сияқты, Ернар да жоқ болып кетті. Маған ұнамай тұр. Жігіттер де өздерін біртүрлі ұстап жүр. Иә, мен де байқадым, қорқынышты.